Баршаңызға сәлем достар. Бір жасалғаннан шығатын жасалу оңай әрі тез, дәмді, нәзік, қатпарлы творожный рогалигінің рецептімен бөлісім келіп отыр. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ыдысымызға алып творогымызды саламыз. Творог құрғақтау болса, ол өте керемет шығады. Ұн аз кетеді. Осылай алып езіп аламыз. Онан кейін үй температурасындағы сары майды салып, творог пен сары майды біркелкі етіп араластырамыз. Онан кейін керек мөлшерде қантымызды салып, қамыр қопсытқышымызды саламыз, бір шымшым тұзымызды салып, тағы да араластырамыз. Онан кейін електен ұнымызды өткізіп, аз-аздан салып, қамырымызды илейміз. Бірінші қасықпен көмегімен араластырамыз, онан кейін қолымызбен қамырды илеп, басын біріктіреміз. Қалған ұнымызды салып, тағы да қамырымызды бастырамыз. Қамыр жұмсақ болу қажет, видеодағыдай. Тұндырып қойып қоямыз 15-20 минутқа. Неке қамырымыз дайын болды. Енді алып екі бөлікке бөлеміз. Тағы да бастырып, қамырымызды жаямыз. Онымен де жайсаңыздар болады. Мен кукурузный крахмалды сеуіп жаямын. Жұқа қылып жаямыз, керек бөлшектерге бөлеміз. Видеодағыдай бөліп шығасыздар. Енді жоғары жағынан 1-1 сантиметрден тағы да осылай кесіп шығасыздар. Болғаннан кейін рогалигімізді осылай орап шығамыз бәрін біртіндеп. Енді дайын болған рогалигімізді қант пен корицаны араластырып, осылай бетіне аунатып бәрін дайын тұрған пергамент қағаз төселген ыдысымызға бәрін қойып шығамыз. Не бәрі дайын болды. Енді қызып тұрған пешімізге 170 градусқа 20-25 минутта пісіріп аламыз. Беті қызарғанша не дайын болды, көтерілді, өте дәмді шығады. Нәзік, сондай дастарханға әдемі көрінеді.
осындай қатпарлы дәмді рогаликиді осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.